Ішкі істер министрлігінде Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің 2-ші курс студенттеріне экскурсия өткізілді. 30-дан астам болашақ жас маманға ведомствоның жедел криминалистикалық департаментінің молекулярлық зертханасы көрсетілді. Мұнда ДНК сараптамалары, талдау мен зерттеулер жүргізіледі. Одан кейін баллистикалық тексеру қалай жүргізілетіні түсіндірілді. Саусақ іздері, айғақтар мен дәлелдемелер қалай жиналатыны туралы айтылды. Сонымен қатар қыз-жігіттер мұражай мен жедел басқару орталығында болды. Қонақтар ішкі істер органдарының тарихы мен тәртіп сақшыларының күнделікті жұмысымен танысуға мүмкіндік алды. Іс-шара соңында студенттер ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділовпен кездесті. Полиция генерал-майоры жастарға жол сілтеп, білікті де білгір маман иесі атануды тіледі.